Ол жай ғана дүкеннен бірдеңе сатып алуға келген еді. Бірақ артына бұрылған сәтте-ақ өзінің соңынан қалмай жүрген бұрынғы жігітімен бетпе-бет келіп қалды. Ол өзін байқамай қалды деп ойлап, бөтен адам сияқты есікке қарай беттеді. Жігіт қызды тоқтатып сөйлескісі келді. Бірақ қыз қолын бір сілтеп, мазасын алмауды өтінді де шығып кетті. Қыздың бұл әрекеті жігіттің ашуына тиді. Ол достарының келемежіне ұшырағаны үшін намыстанды. Ашуға булыққан жігіт Каяны әрдайым келетін теңіз жағасына дейін аңдып барып, бірден аянышты кейіп танытып, олардың өткен тәтті сәттерін еске алып, жүрегіне жол тартқысы келді. Алайда жігіттің сөздері Каяны еліктіре алмады. Шынайы келбеті әшкере болған жігіт бір сәтке сабырын жоғалтты. Кая сәтті пайдаланып қашып кетпек болған еді, бірақ жігіт оны жерге ұрып құлатып, үстіне мініп алып, зорламақшы болды. Есінен танып қала жаздаған Кая алдында жатқан тасты алып, жігіттің басына ұрып жіберді. Ол тез тұрып, аяқпен теуіп жіберіп, ашуын шығарды. Жігіттің енді қимылдай алмайтынына көзі жеткен соң, Кая айғайлап, енді маған жақындаушы болма деп ескерту жасады. Бұл көріністі теңізге шығып бара жатқан бір балықшы байқап қалды. Бірнеше күннен кейін, екі бала батпақты аймақтан жігіттің мәйітін тауып алды. Сот медициналық сараптама оның биік бақылау мұнарасынан құлап қаза тапқанын көрсетті. Алайда полицейлер бұл жай ғана апат емес деген күдікпен тергеу бастады. Жалғыз анықталған айғақ марқұмның киіміндегі қызыл талшықтар болды. Екі полиция қызметкері ізге түсіп Каяның үйіне дейін барып жетті. Олар сол жерден қызыл түсті тоқылған бас киім тапты. Барлық айғақтар Каяны көрсетіп тұрды. Бұл да ауыл тұрғындарының күдігімен үндесіп жатты. Себебі Кая бала кезден бастап жұртқа жат көрінетін. Ол бала кезінен бастап жалғыз өмір сүріп, батпақтың түбінде тұратын. Ауылдағы балалар оны қорқынышты, зұлым сиқыршы деп атап одан алыс жүретін. Оның тұтқындалуы ауыл тұрғындары үшін әділеттің орнағандай әсер қалдырды. Ерекше қуантып, оны кінәлі деп тапты. Дәл осы қиын сәтте зейнетке шыққан тәжірибелі заңгер Каяға мейірім танытты. Сол кезде Кая алғаш рет өзінің өткен өмірі туралы айтып берді. Қыздың әңгімесін анасы туралы айтпай бастау мүмкін емес еді. Бір кезде Каяда да жайлы, бейбіт өмірі бар отбасы болған. Анасы мейірімді, сурет салуды ұнататын әйел еді. Бірақ бұл тыныш өмірді бір адам үнемі бұзып отырды, шімдікке салынған, ашушаң әке. Ол бүкіл отбасының шырқын бұзатын зұлмат күшке айналды. Бір күні Кая әкесінің мас болып жатқанын көрді. Ал анасы қолына чемоданын алып, көзінде тіршілік нышаны қалмаған күйде алысты бетке алып кетіп бара жатты. Бұл анасының кетуі бар болғаны бастамасы еді. Уақыт өте келе ағалары мен әпкелері біртіндеп бұл тозақтан қашып кетіп жатты. Олардың бәрінде ортақ бір белгі болды, әкесінің зорлығынан қалған жарақаттар. Кая ең жақын көретін ағасын шығарып салғаннан кейін өзінің жалғыз қалғанын түсінді. Ол әкесімен қалай тіл табысу керектігін сол жаралардан үйренді. Ол үшін бірақ ереже болды, көзіне түспеу, тыныш болу керек. Әкесіне көрінбеу үшін Кая күнде тыныш, ешкім жоқ жерге тығылып жүретін. Уақыт өте келе батпақтағы шөптер мен құстар, жануарлар оның жалғыз достарына айналды. Анасының одан кейін бауырларының кетуі әкесінің мінезін аз да болса өзгерткен шығар деп үміттеніп, Кая алғаш рет аузын ашып сөйледі. Мен ашпын, әке, деді. Әкесі оны ауылдағы дүкенге ертіп апарған кезде, Кая алғаш рет сырттан мейірім көрді. Дүкен иесі оның қиын халін бірден сезді. Ол жұмсақ үнмен оны көндіруге тырысты. Бұл жаста мектепке баруың керек. Оның үстіне қалашықтағы мектеп түскі асты тегін береді. Дүкен иесі айтқан дәмді тағамдар Каяның көңілін баурап алды, бірақ ол әлі де екі ойлы болып, аяғының ұшына қарап тұрып қалды. Иә, мектепке көптеген балалар барады. Сен мектепке баруың керек, деді ол. Ол сырттағы әлемнің қандай екенін білмейтін. Алайда кетерінде сөмкесінің ішінде бір таяқшалы кәмпит жатқанын байқап қалды. Барлық адамдар осы дүкен иесіндей мейірімді мекен. Ол қуанышпен үйіне оралды да, анасының кішкентай кезінде киген көйлегін тауып алып, жалғыз өзі қалашыққа қарай бет алды. Бірақ шындық ол ойлағандай болмады. Ол өзін сыртқы әлемге бөтен сезінді. Арман еткен мектебінде де тек түсініспеушілікпен тосырқап қараған көзқарастарды ғана сезінді. Ол үнсіз барып бір орынға отырды, бірақ айналадағы күбір-сыбыр тоқтамады. Ол мұның бәріне шыдай алмады. Сабақ біте салысымен мектептен жүгіріп шығып кетті. Бұл оның өміріндегі бірінші әрі соңғы өткен сабағы болды. Жалғыз жұбаныш әкесі бұрынғыдай ашушаң емес еді. Ол ескі тозған сөмкесін беріп, ара қатынасты жақсартқысы келгендей болды. Бұл күтпеген жағдай Каяны таңғалдырды. Бірақ бұл жылылық ұзаққа созылмады. Бір күні әкесіне анасынан хат келді, бірақ ол қызына хатты оқып бермеді. Кая әлі әріп танымаған еді, сондықтан ол хатты оқып беруін жалына сұрады. Әкесі хатты оқып болған соң оттықты шығарып, оның көз алдында хатты өртеп жіберді. Кая әкесіне қанша жалынса да әкесі оның анасына деген сағынышын түгелдей отқа орады. Хатта не жазылғаны белгісіз. Бірақ Кая анасының жағын ұстанатынын жүрегімен сезінді. Ол күлді мұқият жинап, бір бөтелкеге салып қойды. Ал әкесі болса қарғап-сілеп жүріп, анасына тиесілі барлық заттарды өртеп жіберді де, ақыры оны тастап, батпақтан кетіп қалды. Содан бері ол ізім-ғайым жоғалды. Бала Кая өмірдің барлық ауыртпалығына жалғыз өзі қарсы тұруға мәжбүр болды.
Ол іштей сезінген жалғыздықпен күресіп, бөлменің ішіне орындықты сүйреп кіргізіп, айналасындағы жәндіктердің үнін тыңдап жатып ұйықтап кететін. Таң әлі ағармаған сәтте ол қайтадан батпаққа барып, өсімдіктер теріп, сөмкесін толтырып, қалашықтағы дүкенге тартатын. Дүкен иесі мен оның әйелінің көмегімен сол шөптерді тамақ пен тұрмысқа қажетті заттарға айырбастай бастады. Басқалар үшін батпақ қауіпті, өлі аймақ болса, ол Кайя үшін нағыз баспанаға айналды. Ол гүлдер мен құстардың, жәндіктердің ортасында өсіп, қалашықтағылар арасында батпақтағы жұмбақ қыз атанды. Бірақ бұл тыныш өмір бұзылды. Ормандағы ағаш үстінде қауысымен бірге аз заттар тұрды. Бұл жолы тағы біраз пайдалы заттар бар екен. Кішкентай қайыққа арналған оттық гүлдердің тұқымдары және бір жазба қағаз. Кайя белгісіз адамның жақсылық ниетін сезді. Сосын үйіне жүгіріп барып, бір қауысымды жұлып алды. Оны өз жауабы ретінде қайтарғысы келді. Тейт қалашықтағы балықшының баласы. Бұрын олар аз кем кездескен. Бірде Кайя жолдан адасып кеткенде, дәл сол Тейт оған жол көрсетіп, үйіне оралуға көмектескен. Балалық шақтағы бұл байланыс Кайяның оған деген сенімін оятты. Ол енді адамдардан шеттене бермейтін болды. Кайяның қарсылық көрсетуі біршама бәсеңдеді. Ол адамдармен қалай қарым-қатынас жасау керегін онша білмейтін. Бір сәтке бәрі ыңғайсызданып қалды. Сонда Тейт оған оқуға үйрете алатынын айтты. Ол өте шыдамды мұғалім еді. Ал Кайя бірте-бірте білімнің тереңіне бойлай бастады. Екеуі жиі кездесетін болды. Кайяның оқу қарқыны Тейтті таңғалдырды. Бірде ол Кайяның үйіне қонаққа келгенде, бұл қыздың сурет салуға керемет таланты барын білді. Кайя үшін батпақтағы тіршілік ең үлкен ұстаз. Мүмкін бұл дарыны анасының қанынан дарыған шығар. Ол отбасының неге бірінен соң бірі кетіп қалғанын, жануарлардың өмір сүру заңдылықтарын түсінгісі келді. Тейттің көмегімен биологияны табандылықпен зерттей бастады. Оларды ортақ нәрсе батпаққа деген махаббат біріктірді. Уақыт бірге өткен сайын араларындағы сезімде күшейе түсті. Күн сәулесі төгілген, жапырақтар баяу жерге қонып жатқан түстің бірінде олар алғаш рет сүйісті. Бұл сәтте Кайя өзі алғашқы қадам жасады. Бұл шынайы әрі таза сезім Кайяға қайтадан сүйікті болудың дәмін татқызды. Ол анасының жанында ғана көрінетін күлкімен күлді. 4 мезгіл алмасып, қыс кетіп, көктем келді, бәрі өзгеріп жатты. Тейт армандаған университетке шақыру алды. Кетер алдында ол Кайяға баспагерлердің тізімін ұсынды. Бұл оның Кайяға арнаған болашағы еді. Себебі Кейт қыздың батпақтан кетіп өмірін өзгертуін қалады. Жылдар бойы сурет салып, талай кітап оқыған. Жігіт оның өз өмірін өзгерткенін қалады. Жүрегінде осы қыз жаңа жолға қадам баса екен деген тілегі болды. Сен мені ұмытпайсың ғой, деді Кайя. Тейт уәде берді, ешқашан ұмытпаймын, және бір айдан соң тәуелсіздік күніне оралып, бірге теңізден от шашуды тамашалаймыз деді. Бұған дейін қаншама жыл жалғыз өмір сүрсе де, сол бір ай Кайя үшін өте ұзақ болып көрінді. Ақыры күткен тәуелсіздік күні келді. Кайя сүйікті көйлегін киіп, анасының сақтап қойған далапын жақты. Таңсәрден теңіз жағасына келіп, Тейтті күтті. Оның жанары үмітке толы болды. Бірақ уәде еткен Тейт келмеді. Неге оның өмірінен адамдар бірінен соң бірі кетеді? Ол тұншығып жатқан сәби секілді. Еңбектеніп салған суретін бірінен соң бірін жыртып пешке тастап өртеп жіберді. Терезе алдында шулаған шағала оның ойын сәл уақытқа босатты. Ол дыбыстың ізімен теңіз жиегіне келді. Алыстан келген досына жем берді. Теңіз суы оның іздерін жуып, жүрегіндегі жарасында біртіндеп емдеді. Тейт кеткеннен кейін 5 жыл өткен соң, демалыс кешенін салғысы келген бір кәсіпкер Кайяның үйіне көз тікті. Жер салығын өтей алмай жүрген Кайя енді бар өткенге деген өкпесін қойып, Тейт қалдырған баспагерлер тізімін тауып алды. Өзінің нәзік суреттерімен ол адамзатқа тіршілікке толы, құпияға бай әлемді көрсетті. Және бұл еңбегі жауапсыз қалмады, ол бірден мақұлдау хаттарын алды. Қаламақысын алған соң, жер салығын өтеп, үйінің нағыз иесіне айналды. Сол күні теңіз жағасында сурет салып отырған Кайяны бір ер адам байқап қалды. Оның аты Чейз болатын. Ол шағын қаланың танымал азаматы еді. Сол бір жағажайдағы кездейсоқ сәттен бастап, Чейз Кайяға көңіл бөлуді бастады. Кайяның да оған алғаш әсері жаман болмады. Жігіт оның атын құрметпен атап, жанына жара салған батпақ қызы деген келемежден аулақ болды. Осы сәттен бастап қыздың өмірінде тыныштық кеткен еді.